қақпаны кейде құлжа қақпасын күзеткен Жаркент деп те атайды. Мен өз қаламды сыйлаймын және құрметтеймін. Дәнеш атамыз әнші, композитор, және де Дәнеш Рақышев атамыз 1926 жылы Жетісу облысы Жаркент өңірі Талды ауылында дүниеге келген, және 1992 жылы өмірден озды. Жетісу облысында жерленіп, ескерткіш тақта орнатылды. Өмірге бәрібір ғашық балам, құр алақан емеспін қуаныштан, қуаныштар алдымда құрағышқан. Бір арыстан өмірден өткенімен, өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе әке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың бар елменен, ер намысы тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Назарларыңызға рахмет. Ынталандыру Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Есірке Айназ. Ынталандыру халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің 120 жылдық мерейтойына орай аудан мектептері арасында ұйымдастырылған тарихтан тағылым атты байқауына белсене қатысқаны үшін марапатталады. Аспандияр Артинур. Асқар Инабат.